қолдарымызға артық ақша түсе қалса, бірден торговый центр, торговый дом, болмаса кафеге, болмаса уақытша көтеретін жерлерге ақшаны құртудың қажеті жоқ. Осыдан 8 ай бұрын біз отбасымызбен бір үйге, бір баламызға вложение салдық. Білесіздер ма, 2,5-3 миллион теңге ақша. Ол жерде комфорт класс, бизнес класс деп таңдаған жоқпыз, стандарт классқа шамамыз келетін евро двушкаға салдық. Міне бүгін компания бізге ашық есік күнін жасап жатыр. Қазіргі уақытта қараңыздар, 8 айда уақыт деген қалай тез өтеді. Біз өз пәтерімізді көруге келдік. Шынымен де как будто біреу алып бергендей, сол моментте сол ақшаны сала салғанымызға өте қатты қуанып отырмыз. Өйткені біз ол ақшаны салмасақ бұл үйге, онда басқа бір нәрсеге жаратылып кететін еді. Достар, егер де балаларымызға қазірден бастап кішкене квадратурадан алып қоятын болсаңыздар, ертең ғылым, біліммен, басқа да бір карьерамен, бір жаңалық ашумен сіздің балаларыңыздың уақытысы сол нәрсеге кететін болады.